Қазанның 25 мен 31 аралығында еліміз бойынша Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған 214 іс-шара өтті. Жамбыл облысында атақты шопан екі дүркін еңбек ері Жазылбек Қуанышбаевтың 125 жылдығына арналған алғашқы республикалық мал өсірушілер слеті өтті. Слетте қатысушылар агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың өзекті мәселелерін талқылады. Республикалық мал өсірушілер слеті Таразда Жазата атындағы көшеде ауыл шаруашылығы сквері мен мемориалдық барельефтің ашылу салтанатынан басталды. Ауылдың гүлденуі, Қазақстанның гүлденуі марафоны аясында өңірлерде ауыл жетістіктерін көрсету және ауыл еңбеккерлерін құрметтеуге бағытталған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылды. Қостанай облысында егін жинау науқаны аяқталғаннан кейін ауыл шаруашылығы саласының 62 үздік қызметкері марапатталды. Сонымен бірге Қызылорда облысында да ауыл шаруашылығы саласының үздік қызметкерлерінің еңбегі еленді. Ал Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданында егіс жұмыстарының аяқталғаны атап өтіліп, үздік агрономдар марапатталды. Ел өңірлерінде 4-ші 10 жылдықтағы тәуелсіз Қазақстан жастар форумдары жалғасуда. Осы аптада мұндай жастар форумдары Маңғыстау, Түркістан және Қарағанды облыстарында, сондай-ақ Алматы және Шымкент қалаларында өтті. Алматыда өткен жастар форумына қала әкімі Бақытжан Сағынтаев қатысты. Шаһар басшысы өз сөзінде қазіргі жастар 30 жылдығы биыл атап өтілетін тәуелсіздіктің жетістіктерін білетінін әрі оны бағалайтынын атап өтті. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тәуелсіздік туралы 100 әңгіме кітабы жарық көрді. Кітап бірегей оқиғалардың альманахы әрі онда тарихи оқиғалардың куәгерлері өздерінің жеке естеліктерімен бөліседі. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы жылы шетел елшілеріне нота жіберіліп, өзге мемлекеттердің дипломатиялық корпустары Қазақстан тәуелсіздігін қалай қабылдаған туралы баяндаған. Ол бұл сапарын кітапта былай деп еске алады. Сол кездегі жағдай бойынша, бұл сапарымыз біз үшін қаншалықты көңіл толтырарлық оқиға болғанын айтып жату артық болар. Өйткені әңгіме Қазақстанды халықаралық мойындау туралы еді деп еске алады президент. Осы және өзге де оқиғаларды 100 әңгіме KZ веб-сайтынан оқуға болады. Елімізде қайырымды істер марафоны аясында 200 қайырымдылық акциясы өтті. Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы онлайн челленджі жалғасып жатқанын естеріңізге саламыз. Бүгінге дейін 5000-нан астам қазақстандық азамат әлеуметтік желіде тәуелсіз елде тұрудың қандай екені туралы оқиғаларымен бөлісті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуге қатысты барлық шаралармен 30 жыл KZ сайтында таныс бола аласыздар.